Қазақ тарихындағы қаралы жылдардың бірі 30-шы жылдардағы жаршылық пен 1937-38 жылдардағы жаппай қуғын-сүргін жылдары. Зұлмат жылдардың зардабы мен салдарын жас ұрпақ ұмытпау керек. Миллиондаған адамдар репрессияға ұшырады. Кеңес билігі азаматтық соғыс жылдарында ұлт тәуелсіздігіне белсене қатысқан Алаш-Орда қозғалысының көптеген қайраткерін тізімге алып отырды. 1928 жылдың аяқ шенінде Қазақстанда революцияға дейінгі зиялы қайраткерлерді қудалау басталды да, оларға Алаш-Орда қозғалысының қайта қалыптастыруға астыртын әрекет етіп жүр деген лақаптан айып тағылды. Осындай ойдан шығарылған айыптар бойынша Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов, Міржақып Дулатұлы сыны 44 буржуаз ұлтшыл қамауға алынды. Міржақып Дулатұлы 1930 жылдың сәуірінде ОГПУ коллегиясының шешімімен ату жазасына кесілді. Бірақ кейіннен бұл үкім 10 жылға абақтыға қамау жазасымен алмастырылды. 1935 жылы 5 қазанда Сосновец лагерінде қаза тапты. Алаш қозғалысының қайраткері ақын Міржақып Дулатұлы туған жер. Асқар күздігі Мадияр руының ата қонысы. Алаш көсемі Міржақып Дулатұлының кіндік қаны тамған жер. Ұрпақтар атынан Бақберген Қасымұлы орнатқан. Міржақып Дулатұлы 1885 жылы Торғай уезі мен облысы Сарықопа болысына қарасты номер 1 ауылда туылған. Бұл Қоңырау өзені, Қызбел көлінің жағалауы. Ауыл балаларының қызыққа бата ойнайтын жері. Басқа балалар сияқты Міржақып Дулатов та қой қайыру үшін атқа мініп, алыс жақын жырауларды аралаған. Қызбел ауылында Міржақып Дулатов атындағы орта мектеп бар. Серік Сабыржанұлы, сіз осы мұражайда қызметкерсіз. Бізге Міржақып туралы деректер айтып берсеңіз. Міржақып Дулатов мұражайы 1990 жылы ашылды. Ашылу мақсаты алғашқы зиялы ақын публицист Міржақып Дулатовты мәңгілік еске қалдыру. Міржақып Дулатов осы ауылдың тумасы, өзінің бар ғұмырын алаш қазақ ұлтының болашақ бостандығы үшін арнаған азаматтардың алаш зиялылардың бірі. Енді Міржақып Дулатов туралы ауыл тұрғындарының, оның ішінде Осипов Шабағайдың кісі 12 жасында 1918 жылы Міржақып Дулатов Қоңырау өзенінің бойымен 2000 сарбазбен Торғай қаласына өткен екен. 1918 жылы. Дұрыс аға, енді жерден қаулы көріп тұр. Қазақ СССР министрлер кабинетінің 1991 жылғы 10 сәуір номері 234 қаулысы бойынша Ақсуат орта мектебі Міржақып Дулатов орта мектебі деп аталып туралы қаулы қабылданды. Қазақ СССР министрлер кеңесінің төрағасы Қараман. Мұражай ашылғаннан кейін 1990 жылы Міржақыптың Оян қазағының кітабынан үзінді жазылып, жас ұрпаққа ол кезде кітап шықпаған, соған балалардың ең болмаса бір ауыз өлең жатталсын деген мақсатпен жазылған. Екінші, алғашқы қазақ романы Жақсы Жамал туралы да үзінді жазылды. Жақсы Жамал 1913 жылы шыққан қазақтың алғашқы романы. Мадияр баба мешіті. Бұл мешіттің атауы жайдан жай тегін емес. Мадияр Жауғаштыұлы, алаш арысы Міржақып Дулатовтың 7-ші атасы. Оян қазақ деп ұрандаудан танбаған Дулатұлы халыққа не айтқысы келетінін өлеңнің алғашқы жолдарынан ақ білуге болады. Көзіңді аш оян қазақ көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты, қазағын оятқан еді. Енді сол қазақ ойлануға, толғануға қатты бет бұрған. Адам қайғысынан заман зарын сығымдап көрсеткен Міржақып, одан сабақ алуға әлі күнге үндеп келе жатқандай.
1992 жылдың қыркүйек айында Торғай облысынан жасақталған арнаулы экспедиция алаш ардақтысы Міржақып Дулатовтың мүрдесін 57 жылдан соң Карел АКСР-ның Сосновец станциясындағы қабірден алып, қоғам қайраткерінің денесін туған топырағы Жанкелдин ауданы Бидайық ауылында жерленген. Жаңа заманның жылы лебі есе бастады. Қоғамда жаңғыру мен тазарудың нышаны сезілгендей еді. Нақақтан датталған Міржақып Дулатұлы ақталды. Оның қылмыстық ісін егжей-тегжейлі зерттеп, әділ үкім шығарған Қазақ КСР жоғарғы сотының коллегиясы 1988 жылы 4 қарашада қылмыс болмауына байланысты істі қысқартып, Міржақып Дулатұлы қаза тапқаннан кейін біржолата ақталды.